Алматыда bir ауылда әдемі қыз көріпті. Ақ орамал, қызыл көйлек, мақта қыз деп атапты. Таңмен тұрып, үйін жинап, бәрін таза ұстайды. Күлімдеген жанарымен әлемді нұрға бояйды. Жүріп бір күні кішкентай мейіз табады. Мысығым-ай кел бере деп дауыстап шақырады. Мысық келмей қалады, ұйықтап жатқан секілді. Келмесең өзім жеймін, мейізді жеп бітірді. Сол кезден мысық біледі, неге шақырдым деді ол. Мысық ашуланып кетіп қатығыңды төген деді ол. Мақта қыз, әр істің бар заңы бар. Не ексең де өміріңе, соны қайта аласың да. Мақта қыз, әр істің бар заңы бар. Не ексең де өміріңе, соны қайта аласың да. Мысық жылап жүгірді, апа кешірші. Әуелі қатығымды әкел, сонда құйрық беріледі. Сүйір айтты, ашпын мен, жапырақ әкел бері. Ағаш айтты, су берсең, жапырақ дайын көрдің бе. Қыздар айтты, сағыз әкел, бүкенші жұмыртқа сырады. Тауық дән тышқандары жолы солай құрамады. Мақта қыз, мейлер аққа берілді. Жұмыртқа дүкеншіге, сағыз қыздарға жетті. Су ағаштың түбінде, жапырақ сиырға барды. Сиыр қатты қуысынды, қатып мақта қызға жетіп, құйрық қайта табылған. Мақта қыз бен мысық айдос болды қайтадан. Еңбек сабыр, мейірім жеңеді бәрін әрқашан. Мығып жақсылық жаса, балақай жақсылық қайтып оралды. Балақай, ұнаса каналға жазыл.